Уй тапсырмасын ұнатпайсың ба, бірақ шытырман оқиғаларды жақсы көресің бе? Олай болса берік ұста. Ерте заманда үлкен ауылда Арман атты кішкентай бала тұратын. Арманның ең үлкен арманы Майнкрафт әлеміне саяхаттау еді. Бір күні мектептен қайтып келе жатқанда ол ескі кітап дүкенін тапты. Ішінде Майнкрафтқа сиқырлы портал деген құпия кітапты тапты. Арман беттерін ашқанда порталдың әдемі суретін көрді. Кенеттен кітаптан жарық жарқырады. Арман жақындап келді. Әлдеқашан өзін Майнкрафттың сиқырлы пиксель әлемінде тапты. Ағаштар, таулар, бәрі блоктардан жасалған. Арман өзінің бірінші кішкентай үйін салу үшін ағаш жинаудан бастады. Түнде қорқынышты жаратықтар шықты, бірақ оның үйі оны қауіпсіз сақтады. Келесі күні Арман тағы да шытырман оқиғаларға дайын болды. Майнкрафт әлемі шексіз мүмкіндіктер мен қиындықтарға толы еді. Арман ешқашан берілмейтінін және әрқашан армандарын орындайтынын білді. Арманның келесі шытырман оқиғасына қосылуға дайынсың ба?